қазақтың халық хас батыры Аманкелді Имановқа 150 жылдығына орай үлкен бір іс-шара өткізілді. Әдеби сазды қойылым кеш деп айтуға болады. Бүгін осы рухани ортаға келгенімізге өте қуаныштымыз. Енді бүгін біздің студенттер, болашақта танымал артистер сіздердің назарларыңызға қойылым көрсетеді. Енді біздің колледжімізді айтсақ, Чайковский атындағы Петр Чайковский ұлы композитордың атында біздің балалар өте талантты. Неше түрлі бізде енді республикалық көлемде, халықаралық көлемде концерттер өтеді. Біздің балалар әртүрлі шараға белсенді қатысады. Енді қазір сіздер өздеріңіз көресіздер. Бүгінгі келген балалар домбырашылар, қазақ халық аспаптар бөлімінің студенттері бар, домбырашылар, қойылым қоятын балалар, дәстүрлі қазақ халық аспаптар студенттері. Мына жерде бағана байқадыңыздар, хор тұр, үлкен хор, академик ән салу бөлімінің студенттері. Енді бүгін біздің колледжде толықтау еді, қойылыммен, докладымен керемет жақсы бір іс-шара өтті. Сіздердің назарларыңызға тек қана үзінді көрсетейік деді ұйымдастырушы, осы кештің ұйымдастырушы, бағана фотода әңгімеден көрдіңіздер, осы тұрған Салтанат ханымыз шөбере қарындасы. Рахмет. Осы Салтанат бірнеше жыл бұрын біздің колледжде ұстаз болып еңбек атқарды. Сондықтан енді бізге келіп осындай ұсыныс айтқанда біз директор сразу қолдады. Өйткені жас өспірімдерге қазақ халық батырларын, біздің тарихымызды, қазақ тарихын білу керек. Ол патриотизм оятады. Ең маңызды керек нәрсе. Сондықтан енді наурыз айында міне осындай іс-шара өткенімізге өте қуаныштымыз. Балалар енді қобалжуда, енді өздеріңіз баға бересіздер. Құтты болсын.